Сәлем достар, каналда көптен бері видео шыққан жоқ, сондықтан да осы жолы сіздерге жаздағы алғашқы сапарым, яғни Ақтөбе қаласынан бастап Бекет ата жер асты мешітіне дейінгі сапардың жалпы көрінісін көрсеткім келеді. Алдымен Ақтөбе қаласынан Қандыағаш қаласына дейін таксимен жеттік. Таксиді 1000 теңге немесе 1500 теңгеге табуға болады. Қандыағашқа жеттік. Ақтөбеден Қандыағашқа дейін 2 сағат уақыт кетеді. Қазір осы жерде тұрып такси күтеміз. Келесі күні Қандыағаштан Шетпеге жету үшін пойызға міндік. Шетпеге жеткеннен кейін бізді Ақтөбеден алдын ала арнайы тапсырыс беріп қойған таксист пойыздан таңертеңгілік күтіп алды. Бірақ кейін білгенімізде Бекет ата жер асты мешітіне өз қалаңыздан тікелей Ақтау арқылы баруға болады. Сізді алдын ала тапсырыс беріп қойған такси күтіп алады және тікелей жеткізеді. Ең бастысы, жұмсалатын ақша біршама арзанға түседі. Пойызбен саяхаттағанда маған ең ұнайтын жері әр станцияға, ауылға бірнеше минутқа тоқтайтыны, себебі аз да болса сол жердің атмосферасын сезіне аласың. Жолаушылар асығып тамақ алып жатыр, себебі 5-10 минуттың ішінде үлгеру керек, бірақ бұл жердің тамағы 2 есе қымбат. Біз қалада 150 теңгеге алып жүрген су, мына жерде 350-450 теңге. Маңғыстау жаққа бірінші рет келуім және мені таңғалдырғаны, Бекет атаға бара жатқан жолда ешқандай сиырды көрмедік, тек қана түйелер және жылқылар. Ауылдың ішінде түйелерді көп кездестіруге болады. Бекет ата мына жерден көрініп тұр. Шетке қарасаңыз, шошақ үш не көрініп тұр. Күмбез. Осы жерде тіке қарасаңыз. Арнайы демалатын осындай орындықтары орнатып қойған, осы жерге отыруға болады. Беседка сияқты. Сосын ары қарай жүріп түсе береміз, төмен қарай. Түсу шамалы жеңілдеу болады, бірақ астыға қарай, үстіге кері қарай көтерілгенде шамалы қиындау болады дейді, себебі үстіге қарай, астыға қарай түсіп адамдар шаршап қалады. Барлығы тас, қаншама адамдар мініп түсіп жатыр, бірақтан да күн ауа райы негізінен ыстық болса да, мына жерде үстімізде шамалы қалыңдау киім ыстық қатты білінбейді.
Осы жерде адамдар шай ішіп демалады. Сонымен қатар бұл жерде жолаушыларға арналған тегін қонақ үй бар. Бұл жердің тамағы дәмді, бірақ порциясы өте аз және қымбат. Қандыағашқа келіп пойыз күтіп отырмыз. Қандыағаштың вокзалы өте кішкентай екен. Жүзі Ақтөбе Маңғыстау жолаушылар пойызы екінші жолға келіп тұрады.